Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шаштаразда. Бүгінгі сабақта кіммен, немен сұрақтарын қолдануды үйренесің. Мәтінді шолып оқып, керек ақпаратты табасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Шаштараз, сусабын, тарақ, алжапқыш, шашқыстырғыш, жабын. Жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Бұл құралдар кімдікі? Сұраққа жауап бер. Оқушылар, берілген құралдарға назар аударайық. Тарақ, сусабын, алжапқыш, шашқыстырғыш, жабын. Бұл құралдар шаштараздікі. Екінші тапсырма. Қарамен берілген сөздерге қандай сұрақ қоюға болады? Ойланайық. Оқушылар, қарамен берілген сөздерге қандай сұрақ қойдыңдар? Жауаптарыңды бірге тексерейік. Шаштараз сусабынмен не істейді? Сусабынмен. Немен? Шаштараз тарақпен, қайшымен не істейді? Тарақпен, қайшымен. Немен? Шаштараз шаш қыстырғышпен не істейді? Шаш қыстырғышпен. Немен? Оқушылар, сендердің де сұрақтарың сәтті шықты деген ойдамын. Есте сақтайық. Оқушылар, берілген кестеге назар аударайық. Кестеде кіммен, немен сұрақтары берілген. Егер сөздің соңғы дыбысы а, і, у, ю, я, р, л, м, н, ң, и дыбыстарына аяқталса, мен жалғауын жалғаймыз. Мысалы, сусабынмен. Егер сөздің соңғы дыбысы з, ж дыбыстарына аяқталса, бен жалғауын жалғаймыз. Мысалы, қағазбен. Егер сөздің соңғы дыбысы г, к, қ, п, с, т, ш, щ, ф, х, ц, ч дыбыстарына аяқталса, пен жалғауын жалғаймыз. Мысалы, орындықпен. Оқушылар, ережені естеріңде мұқият сақтап алыңдар. Үшінші тапсырма. А нұсқасы. Сөйлемдегі сөздерге тиісті жалғауды жалғап жаз. Оқушылар, берілген кестені назарға алып, тапсырманы орындаймыз. Іске сәт. Берілген тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Шашымды сүлгімен сүртейін. Шашымды бигудимен бұралаймын. Шашыңды тараймын, содан соң шаш қыстырғышпен сәндеймін. Шашты арнайы мәшинкемен алады. Шаштаразбен келістім, сағат 3-те мені күтеді. Басымды сусабынмен жудым. Шашты қолмен бояуға болмайды, арнайы щеткамен боя. Шашыңды тарақпен тара. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті шықты деген ойдамын. Назар аударайық. Оқушылар, берілген кестеге назар аударайық. Кестенің бірінші бағанында мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар деген жіктеу есімдіктері берілген. Осы жіктеу есімдіктеріне мен, бен, пен жалғауларын жалғағанда қалай өзгеретініне назар аударайық. Мен, мені мен, сен, сені мен, сіз, сізбен, ол, оны мен, біз, бізбен, сендер, сендермен, сіздер, сіздермен, олар, олармен. Оқушылар, берілген ережені есімізде мұқият сақтаймыз. Үшінші тапсырма. Нұсқасы. Жақшада берілген сөздерді дұрыс нұсқада жаз. Оқушылар,
Берілген кестені назарға алып, жақшадағы сөздерді дұрыс нұсқада жазамыз. Іске сәт! Оқушылар, жақшадағы сөздерді қалай өзгертіп жаздық? Жауабымызды бірге тексерейік. Сенімен бірге шаштаразға барамын. Маған сізбен дүкен аралаған ұнайды. Шаш үлгісін онымен бірге таңдаған дұрыс. Менімен жүріңіз, айнаның алдындағы креслоға отырыңыз. Артқы жағын айнамен көрсетіңізші. Бізбен бірге салонға жүріңіз. Мен де сендермен бірге шашымды бояғым келеді. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. 4-ші тапсырма. Рөлге бөліп оқыңдар. Өз беттерімен жалғастырып көріңдер. Сәлеметсіз бе? Шашымды қиып беріңізші. Менімен жүріңіз. Мына жерге отырыңыз. Журналдан үлгі таңдайсыз ба? Жоқ, маған өте қысқа шаш үйлеседі. Жұқалап қия беріңіз. 5-ші тапсырма. Сұрақтарды оқып, жауап бер. Оқушылар, сұрақтарға назар аударайық. Ерғазы кіммен сөйлесті? Журналдан не таңдайды? Ерғазының шашы немен алынды? Ойланайық. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Ерғазы кіммен сөйлесті? Ерғазы шаштаразбен сөйлесті. Журналдан не таңдайды? Журналдан шаш үлгісін таңдайды. Ерғазының шашы немен алынды? Ерғазының шашы қайшымен алынды. Назар аударайық. Оқушылар, берілген кестеге назар аударайық. Егер мен, бен, пен сөзбен бірге жазылатын болса, ол жалғау болады. Ал егер мен, бен, пен сөзден бөлек жазылып тұрса, ол жалғаулық шылау болады. Естеріңде мұқият сақтап алыңдар. Енді кестенің бірінші бағанына назар аударайық. Шаштараз қайшымен жұмыс істейді. Бұл жерде мен жалғау болады. Өйткені сөзбен бірігіп жазылып тұр. Маған қысқа шашпен жүрген ұнайды. Бұл жерде де пен жалғау болады. Өйткені сөзбен бірге жазылып тұр. Енді кестенің екінші бағанына назар аударайық. Шаштараз бен сәнгерді бір мамандық деп ойлаймын. Бұл жерде бен жеке жазылып тұр, яғни сөз бен сөзді байланыстырып тұр. Демек, бұл жерде бен жалғаулық шылау болады. Шаш пен киім үйлесіп тұруы керек. Бұл жерде пен сөз бен сөзді байланыстырып жеке жазылып тұр. Демек, бұл жерде пен жалғаулық шылау болады. Есімізде мұқият сақтайық. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Кіммен, немен сұрақтарын қолдануды үйрендің. Мәтінді шолып оқып, керек ақпаратты табуды үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 31-ші беттегі 7-ші тапсырма. Сөйлемдер құра. Жоғарыда берілген кестені басшылыққа ал. Төмендегі сөздерді қолдан. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.